Бүгін Қостанайда 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік ойынның облыстық іріктеу кезеңі өтіп жатыр. Жалпы аудан және мектеп қалаларынан 60 оқушы қатысып отыр. Осындай жобалар ол өз-өзімді дамытудың жаңа бір жолы деп білемін. Бас мақсатым осы сайыста өзімнің білім деңгейін көрсету. Осы 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік ұйымының конкурсына қатысуының ең басты мақсаты бұл ата-ананың үмітін ақтау және де осы болашағының дамуына деген сенімділікті арттыру. ғасыр көшбасшысы зияткерлік ойыны шартына сәйкес сіздерге 60 тапсырма беріледі, оны орындау уақыты 75 минут. Сәттілік, серік болсын сіздерге. Хабар агенттігі мен оқу-ағарту министрлігінің бірлесіп жүзеге асырып жатқан білім жарысы оқушылардың ойлау қабілеті мен көшбасшылық қасиеттерін шыңдайтын бірегей жоба деп білемін. Бірнеше жыл бойы инженерия саласына қатты қызығамын. Мен үшін ол өте қызықты және адамзат үшін маңызды сала болып саналады. Мақсат, мен ойлаймын, ол жаратылыстану математика бағытында биігіне шығады. Арман бар, өзге елдердің технологияларын жинап, біздің Қазақстанда өзім жаңа клиникамды ашып, оларды Қазақстанға келіп келеді. Мектептің ұжымы Саянға үлкен сенім артып отыр. Кішкентайынан өзі білімге құштар болды. 21 ғасыр көшбасшысы бағдарламасының жеңімпаздарына грант беріледі. Менің ойымша, бұл жастарға өте жақсы мүмкіндік. Болашаққа деген үлесім IT технологиялары бағытындағы жобаларға қатысып, осы шетелдік аренаға шығу. 21 ғасыр көшбасшысы жобасы жалпы жастарға қазіргі кезде көптеген мүмкіндіктер береді деп ойлаймын. Білім сайысының облыстық деңгейінде жеңімпаз атанып, республикаға өтуге мүмкіндік алдым. Республикалық кезеңге барамын, өз-өзімді түрлі салалардан дамыта бастаймын. Болашақта осы республикалық кезеңнің жеңіскері деп атануына үміттенемін.